Ассалаумағалейкум, құрметті оқушылар. Бұл бізде тригонометриялық өрнектердің екінші бөлімі. Ал бірінші есептен бастап шығарайық. Так, тең дейміз. Ең бірінші мына есепте мұқият қарасаңдар, мынау екі шеткісінен бастаймыз. Екеуінен де. Яғни синустардың бір формуласы бар. Синус альфаға синус бета қосылған кезде жалпы еске сақталамыз. 2 синус. Одан кейін екеуін қосасыздар. 2 альфаға 4 альфаны қоссаңдар 6, оны 2-ге бөлсеңіздер 3 альфа. Көбейтілген косинус. Сосын азайтасыздар екеуін. Екеуін азайтсақ қанша бізде? 2 альфа, оны 2-ге бөлсеңдер альфа ғана қалады. Міне. И минус альфа бізде косинус жұп болғандықтан, ол жұтып алады минусты. Оған мән бермейсіздер. Одан кейін барып минус синус 3 альфа. Енді астында не болады? Астында тура осы екі шеткісінен бастаймыз. Бірақ косинустың формуласы басқаша. 2, так, бізде косинустар қосылған кезде косинус деп басталады, яғни косинус. Екеуін қосып 2-ге бөлесіздер. 3 альфа, сосын екеуін азайтып 2-ге бөлесіздер. 2-ден 4 азайтса 2, оны 2-ге бөлсең, косинус альфа шығады. Одан кейін минустан өзін жазып қоямын. Косинус 3 альфа деп. Енді тең әлі жақшан сыртынан шығарып жаймыз. Так, синус 3 альфаны. Синус 3 альфа шығып кетсе бізде 2 косинус альфа минус 1 қалады. Астынан, так, косинус 3 альфаны шығарып жайым. 3 альфа шығып кетсе 2 косинус альфа минус 1 ғана қалады. Екеуін енді қысқартып жібересіздер. 1-ді екені. Сонда жауабы бізде тангенс 3 альфа. Екені синустың косинусқа қатынасы тангенсті береді. Есептің жауабы. Келесі екінші есеп. Мен сіздерге формуларды көрсетіп қойын. Қараңдар. Жалпы тригонометрияда мынандай формулалар бар міне. Осы формулалармен ғана шығатын есептер бұның көбісі. Бізде жаңа міне, қазір косинус альфа, косинус бета қосылсын, осы формуламен қолданамыз. Скрин сеп алсаңыздар болады өздеріңізге. Ал бастайық. Так, мына жерде екі шеткісін қосамыз, себебі бізде мына жерде 5 тұр, 5-ке қоссаң 7, 2-ге бөлінбей қалады. Тура солай аяқтады. Екеуін қосамыз. 2 косинус, екеуін қосып 2-ге бөлсек, мына 8-ге 2-ні 10, так 5 болады, альфа. Көбейтілген косинус, азайтамыз, 6 бөлеміз 2-ге 3 альфа. И қосылған косинус 5 альфа. 5 альфа. Бөлінген, мына жақта тура сол нәрсені істейміз. Екі жаққа қосам. Бізде синустар қосылып тұр. 2 синус қоссақ 10, 2-ге бөлсек 5 альфа. Көбейтілген косинус, азайтып 2-ге бөлеміз 3 альфа. Одан кейін плюс синус 5 альфа. Тең жақшан сыртынан аяқтан шығарып жаймыз. Так, үстінен косинус альфаны шығарам. 5 альфаны 2 косинус 3 альфа плюс 1. Астынан, так, синус 5 альфаны шығарам. Сонда 2 косинус 3 альфа плюс 1. Так, мынау қысқарылып кетеді. Сонда есептің жауабы котангенс 5 альфа. Косинустың синусқа қатынасы котангенсті береді. Так, мына жерде біз алдымен бітеміз. Мынаны мен жеке-жеке бүйтіп жазып аламын. Косинус 80 плюс косинус 80 и плюс косинус 40. Ылғи осы есептерде осылай жазып жүріңіздер. Сосын бөлінген синус 40. Одан кейін теңдейсіздер. Мынау екеуімен есептеп алайын қосып алдымен. Так, косинус 80 жазып қойын. Сосын қосылған. Қараңдар, косинустар қосылған кезде формула бойынша 2 косинус. Екеуін қосасыздар, 2-ге бөлесіздер. Қанша? 120-ні 2-ге бөлсек 60. Одан кейін көбейтілген косинус. Азайтып 2-ге бөлсек 80-нен 40-тайса 40, 2-ге бөлсек 20. И бөлінген, так, синус 40. Енді мына жерде косинус 60 градуста бізде 2-ден 1-ге тең. Мынау 2-ден 1-ге. Мынау алдында екісімен қысқарып кетеді. Міне, қысқарып жіберейін бірден. Енді косинус 80 мен 20 ғана қалды. Екеуін есептей салайын қосып. Екеуі қосылған кезде 2 косинус қосып 2-ге бөлем 50. Сосын косинус азайтып 2-ге бөлсем, так, 60, 60-ты 2-ге бөлсем 30. И бөлінген синус 40. Тең. Бізде косинус 30 градуста түбірасы 3 бөлінген 2-ге тең. Мынау екісімен алда қысқарып кетеді да, түбірасы 3 ғана шығады. Оны білетін шығарсыздар. Одан кейін косинус 50-ді мен бүйтіп жазып алайын, мына жерге жазып берейін дұрыстап. Келтіруге.
косинус 50 дегенді келтірсек біз, оны бит жасам болады. Косинус 90 минус 40 деп. Оны неге істеп жатыр? Мына астағы синусқа келтіру үшін не? Енді 90-да функция өзгереді. Бұл нәрсе туралы екінші бөлімде көрсеңіздер болады келтіруге. Так, функция өзгереді бізде. Синус 40 болады. Бірінші ширек таңбасы плюс дұрыс. Енді орнына қойсам сондаң орнына. Косинус 50-дің синус 40 бөлінген синус 40. Қысқаратты түбір асты 3 есептің жауабы. Так, келесі 6-шы есеп. Бізде косинустар азайтылған кезде формуласын жасайын әрге тез. Косинустар азайтылған кезде, так, мысалы, альфа минус косинус бета. Формасы минус 2, синус альфа плюс бета бөлінген 2, и синус альфа минус бета бөлінген 2. Осы формуламен шығады. Так, сонда нәжге 40-тан, так, жазайын, минус 2, синус 40-қа 20-ны қосып 2-ге бөлсем 30, көбейтілген синус, екеуін азайтып 2-ге бөлсем синус 10 градус шығады. И плюс синус 10. Так, енді 30 градусқа бізде синус 2-ден 1-ге тең, алдағы екісімен қысқарады. И сонда минус синус 10 ғана қалады. Минус синус 10 мен плюс синус 10 жойылып кетеді. 0-ды береді. Есептің жауабы. Так, келесі бізде 9-шы есеп. Мұны есеп шығару үшін қараңдар. Бізде бұрыштар бірдей болып тұр. Альфа и альфа. Яғни бізде мынандай формула бар. Синус 2 альфа тең 2 синус альфа косинус альфа деген. Байқадыңыздар ма, мына жерде синус альфа, косинус альфа. Мына жерде солай, бірақ алдында 2 жоқ. Оны 2-ні пайда қылдыру үшін мынандай заң бар. Екі жақты да 2-ге көбейтіп 2-ге бөлсек болады деген. Өйткені қайттан қысқартсаңдар дым өзгермейді. Сонда мынау 2 мынау синусқа тиесілі болып тұр, көбейтіліп тұр ғой. Сонда не болып кетеді? Мынау 2 жоқ болып кетеді үстіндегі. Түбір астына 4 болады. Синус, мынау 2 ішіне кіретін болса, пи бөлінген 4 болып қысқарып кетеді. Міне. Мынау 2 мынау синуспен бірге көбейтіліп тұр ғой бәрі. Так, енді синус пи бөлінген 4-тегі мәні бізде түбір асты 2 бөлінген 2 и көбейтілген отыр. Түбір асты 3 бөлінген 4. Түбір асты 6 бөлінген 8 есептің жауабы. Келесі есеп. Так, қараңдар, мына жерде 2-ні мен жақшан сыртынан шығарып жіберейін. Неге? Өйткені мынаны ашу керек. Бізде синус альфа минус бета деген формула қолданып ашамыз. Бірінші синус 30, одан кейін косинус альфа, минус тұрса минус қоямыз. Косинус 30, синус альфа. Міне. Так, мынау плюстарын пока жазбай тұрайын. Алдымен аяқты реттеп алайын. Енді астынан жазып қойын. Екінші шығарып жейін тура солай. 45. Так, косинус 45. Косинуста бізде косинус 2 рет жазылады, косинус альфа. Минус тұрса плюс қоямыз. Сосын синус 45 и синус альфа. Міне, алдымен аяқты реттеп алайын. Плюс минус дегенде кейін жазам артынан. Так, енді жақшаң ішіне мынаны көбейтіп жіберейін жеке-жеке. Бізде синус 30 градуста 2-ден 1-ге тең. Мынау 2 барса қысқарады, косинус альфа ғана қалады. Міне, түсінікті ғой, синус 30 градуста 2-ден 1-ге тең. Келесі, косинус 30 градуста бізде түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең. Сонда 2 егер көбейтілсе, 2-ге қысқарады, минус түбір асты 3 синус альфа шығады мына жақтан. Бөлінген косинус 45-те түбір асты 2 бөлінген 2-ге тең. Мынау 2 көбейтілсе, так, түбір асты 2 косинус альфа шығады. Одан кейін плюс қоямыз. Синус 45-те түбір асты 2 бөлінген 2, мынау 2 көбейтілсе, бөлімдегі 2-мен қысқарады. Түбір асты 2 синус альфа. И қасырынан тіркеп жасасам. Түбір асты 3 синус альфа, астына минус, так, түбір асты 2 косинус альфа. Енді осы жерден қараңдар, ұқсайтындар жойып жерім. Кетті. Сосын мынау мен мынау кетті. И қалғанын жазам. Косинус альфа бөлінген түбір асты 2 синус альфа. Бұл бізде нені береді? Котангенс альфаны береді. Котангенс альфа. Есептің жауабы емес, әлі иррационалдықтан құтыла салайық осы жерден. Екі жағын так, биде сайын әрге көбейте сайын. Түбір асты 2 мен түбір асты 2 көбейтесіздер. Иррационалдықтан құтылу деген осы. Сонда мынау екеуі бізде 2-ні береді. Ал үстінде түбір асты 2 көбейтілген, так, котангенс альфа. Есептің жауабы осындай күйде тұрады. Келесі есеп. Бізде мынау қысқаша көбейту формуласынан кеп тұр. Мынаны ашамыз біз. Қандай?
яғни а квадрат минус б квадрат деген формула білетін шығарсыздар сонымен. Яғни синус квадрат альфа минус косинус квадрат альфа. Одан кейін синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Енді қараңдар, мына синус квадрат альфа мен косинус квадрат альфа бізде бірге тең. Сонда мынаның өзі қалады. Яғни синус квадрат альфа минус косинус квадрат альфа. И плюс мынау бар. 2 косинус квадрат альфа. Енді мынау екеуі бізде қазір қайттан қысқарып кетеді. Квадрат альфа плюс мынау қалады. Косинус квадрат альфа. Қайттан мынау екеуі бізде бірді береді. Есептің жауабында 1 болып қалады. Так, келесі 16-шы есеп. Мына жерде енді қарап тұрсақ, не істесек болады екен? Тангенсті ашады екенбіз. Тангенс квадрат альфаны. Так, ашсақ қараңдар, бірден жазып көрсем мына жерге бөлек. Тангенс квадрат альфа деген бізде синус квадрат альфа бөлінген косинус квадрат альфаға тең. И оған косинус квадрат альфа көбейтіліп тұр. Екеуі қысқарып кететіне, яғни синус квадрат альфа шығады екен. Мына жерден синус квадрат альфа шығады. Ал мына 1 минус косинус квадрат альфа деген сөз жалпы. Ол бізде синус квадрат альфаға тең. Мынау да формула міне. Болды сонда, мына жерден синус квадрат альфа, мына жерден сондай шығады екен. Екеуін қоссасақ, 2 синус квадрат альфа. И үстінде мына тұр, синус квадрат альфа плюс 1. Так, қысқарып кетеді. Сонда 1 плюс 2-ден 1 деген нәрсе шығады. Енді 1-ді 0,5-ке қоссаңдар, 1,5 немесе 3 бөлінген 2. Есептің жауабы. Келесі бізде 21-ші есеп. Так, бұл жерде былай істейміз. Мынау тангенс 2 альфа дегенді мен ашам. Қараңдар. Синус 4 альфа бөлінген тангенс 2 альфа деген бізде синус 2 альфа бөлінген косинус 2 альфа. Енді ең астындағысы үстіне көбейтіліп барады. Сонда косинус 2 альфа көбейтілген синус 4 альфа бөлінген синус 2 альфа. Міне, жалпы сонда мынау мынаған тең болды. Орнына қойып жазсам. И бірден ортақ бөлім бере сайын. Мына жерге бізде не барады екен? Мынау астында болса. Так, синус 2 альфа барады. Сонда косинус 4 альфа синус 2 альфа минус бөлімі бізде мынау болады. Синус 2 альфа алынаған. Так, мына жазып қоймай міне. Косинус 2 альфа синус 4 альфа. Міне. Енді қараңдар. Мынау үсті бізде бір формула айтып тұр. Қандай? Яғни синус альфа косинус бета, косинус альфа синус бета. Азайтынысы синус. Так, 2 альфадан мынаны азайта салам. Так, бізде 2 альфа шығады. Минус 2 альфа. Алдына минусын жібере салам. И синус 2 альфа. Екеуі қысқартылып кетеді. Сонда бұл жерден бізде минус 1 деген нәрсе шықты. Сонда мына жерден жалпы минус 1 шықты. Минус 1 минус косинус 2 альфа плюс 2 косинус квадрат альфа. Бізде косинус 2 альфа деген жалпы 2 косинус квадрат альфа минус 1-ге тең. Сонда минус 1 минус 2 косинус квадрат альфа плюс 1 болып өзгеріп кетеді. Плюс 2 косинус квадрат альфа. Мына екеуі жойылады. Минус 1 мен плюс 1 жойылады. Тең 0 деген нәрсе шығады. Мына косинус 2 альфаның формуласы 2 косинус квадрат альфа минус 1. Алдына минус пен. Так, мына жер плюс, мына жер минус болып кетті. Есептің жауабы. Так, келесі есеп. Алдымен қараңдар. Бізде жалпы косинус квадрат альфаның минус синус квадрат альфаға косинус 2 альфаны береді. Жаңағы үстіндегі есептегідей. Енді мына жерге косинус 2 альфа деген сөз, 2-ні 4-ке көбейтсем 8 альфа шығады. Енді үстінде бізде қандай формула? Қосу формуласы. Так, 2 косинус, екеуін қосып 2-ке бөлсем 8 альфа шығады. 16 2-ке бөлем дұрыс. Одан кейін косинус азайтсам бізде 6. 2-ке бөлсем так, 3 альфа. Енді мынау мен мынау жойылып кетеді, қысқарылып. 2 косинус 3 альфа. Есептің жауабы.